Ассаламу алейкум достар, көптен бері видео шықпай кетті. Бүгін 27 қыркүйек, Ұзынағаш мал базары. Жылқы, ірі қара, қой ретімен түсіріп беремін, соңына дейін көріңіздер. Кішірек тайлар 300 мыңнан дейді, саудасы бар. Байтал 1,5 жасар 290 мың теңге дейді, жуас сауда бар. Жабағы құлындар 220 мыңнан, ұрғашы еркек аралас 220. Сол жанында тұрған ұрғашы байтал 330, екі тай 300 мыңнан. Арық құлындар ұрғашы екеуде 140 мыңнан сұрап жатыр. Біреуінің тағы асты сіп кетті, 140 мың. Ішінде тұрған 11 бас тай 290 мың дейді, бәрі асау. Ішінде ірілер де бар, кішкентайлар да бар, 290 мыңнан асау. Екі тай 400 мың дейді, 330 мың болар, байланған дейді. Еркек құлын 180 мың. Жағында ірі қысыр бие тұр, 5 жасар 450 мың теңге дейді. Нағыз байлағанға саудасы бар, 450 денде, 5 жасар. 7 жасар бие дейді, бұғаз 750 мың, 650 мың болар. Енді ірі танкыдай бие екен. Үрі ат екен, нағыз малға мінетін, 7 жасар 470 мың дейді. Өте жуас, кішкентай бала мінсе де болады. Бірақ каркасы мықты, ірі. Достар, 31 шілде күні алынған тайларым, мінекей жирен қара өсіп қалды, және де жем жеп дайын болып қалды деуге де болады. Қара тай осы демалыс күндері сойылады, жілікке жазуыңызға болады. 18-20 кило береді. Бір жілік қараңыздарыңа сары, бәрі семіз, енді видео жеткіземайды, толығымен мені көк добалдай жарлайын деп тұр. Қазір бір уақыт түсіріп атқан уақытым кешкі жем берерін алды, сондықтан жемнен кейін вообще танымай қаламыз, бәрі семіз. Торы тай сойылмайтын болды, мінгенге, ары бер жүргенге өсетін шығар атқанғанға. Төртеу жаңадан алынғандар, мінекей қара тай, жерен бұлар екеу асау, екеу жуас, бірақ арықтау да. Жаңадан алынған. Асаулар бүгін алынды, екеуі өткен апта алынды. WhatsApp-ым тұр, жілікке жазылыңыздар, рахмет. Бағылған тай дейді, 400 мың сауда бар. Мықты айғыр екен, жуан денесі ірі. Көкпарға салатын, қазір едесінен бағасын, жасын номерін сұрап алам. Брат, сколько просите? 900, 900 мың сұрап жатыр, 9 жасар, номер. 2,5 жасар құнан шықты, көк түсті, өте жуас, мінгі, бойы енді километр ұзын, 700 мың дейді екен. 2 жасар, қазір номерін сұрап берем, айта бер брат. Номер телефон айтасың? 707 710 06 37, все, хабарласыңыздар. Тайға 280 мың сұрап жатыр. Ар жағында мықты құнан екен, 500 мың, бірақ аяғы кетіпті. Жақсы биелер екен, денелері ірі, жуас, жуан. Біреуі 7 жасар, біреуі 4 жасар, буаз гарантия, 600 мыңнан қазір телефон номерін сұрап берем. Кішірек арықтау тайлар 280 мыңнан дейді, сауда бар. Осындай денелер. Көбісі осындай 280 деген бағаны сұрайды екен, мінекей тағы да біреу. Еті жақсы, бірақ кішірек, 280 мың сауда бар. Байтал 120 мың. Жуан ат екен, 4 жасар, 700 мың, егесі жоқ қасында. 700 мың басы ерекше екен. Құнан шығар дейді, 1,5 жасар, 340 мың. Болатын жері 120. Егесі жоқ екен, бірақ бочкадай бие екен, 650 мың. 650 мың бие. Дерский 8 жасар айғыр, 600 мың теңге дейді. Жуан. Семіз тайға 500 мың дейді. Сұрасам 240 кило ет береді дейді, сондықтан сондай қымбат. Азында маған 280-ге ал деген тай, қазір 280 мыңға берілмей жатыр. Қолдан қолға кетті, общем. Құнанға 800 мың дейді, жақсы екен, ірі, бірақ баға қымбат.
қара жуастай 350 мың дейді. Мыналар 320 мыңнан. Ірі қара қатарын өттім. Мына кішірегі 270, үлкендеу 290 болатын жері сәл арықтау екен. 1,5-2 жасар бұқалар. Ала бұқа 420. 260 дейді мынандай бұқалар. 260. Породасы жақсы екен набзалардың. Бәрі еркек, 160-тан сұрап жатыр, сауда бар. Осындай таналар бар екен, нақты болатын жері 140 мыңнан. 11 бас осындай бұзаулар, еркек 140 мыңнан сұрап жатыр. 220-дан дейді ақбас таналар. 220. Бұзаулар 170-тен дейді. 170-тен нәрі бұзаулар. 330 дейді. Бұзаусыз сиыр 3-4 туған. Сиыр 330 дейді болатын жері. 350-ден дейді. Ақбастар. Бұқалар 205-тен дейді. 205 мың жақсы пародалар. Сиыр 260-қа кетті, ноқтасы жаңа. 1,5 жасар тана 200 мың дейді. Базарда көбісі алып сатар, өздері білмейді, жастарын қанша сүт беретін сиырдан. Мына сиырлар 260-қа беріледі дейді, 250-ге кішірегі. Сондықтан сиыр особо сұрамаймыз. 1,5 жасар тананы 165 мыңға берем дейді. Еркек бұзаулар 90 мыңға ал дейді. Енді арықтау кішірек. Кішкене ақшам жетпей атқыр, бірақ осы бұқаны алатын ем. 210 мың дейді, сауда бар. Бұзаулар 150-ден сұрап жатыр. 130 дейді, келсеміз. Мыналар 120-дан. Еркек ұрғашы 120-дан. Ақбас қасқа бұқа 130 жақсы. 4-ші тума жас қойлар дейді, 28 мыңнан алынды. Ойдың бағасы түскен сияқты мына тоқтылар 22 мыңнан. 2 рет сұрадым, 22. Тоқтылар 80-120-ның ортасында порода екен. Гисар қошқарлар 300 мың дейді, үлкені. 300 мың. Мынандай қозылар 25-тен дейді. 27-26 ешкі. Еркек тоқтылар 38 мың дейді. 38. Семіз серкелер 28 мыңнан дейді. Кәрлеу қойлар 32 мыңнан. Кішірек қозылар 32 мыңнан. Порода тоқтылар 150 мыңнан. Лақтар 14 мыңнан сатылып кетті. Бір қора ұрғаш тоқтылар 45 мыңнан. Әдем екен, әрі. Мінеке 45 мың. Бір қора жас қойлар 55 мыңнан сатылып кетті. Оптым. Жақсы екен. Бәрі жас. Кәрлер арзандау. Достар, видео көрген үшін рахмет. Мінеке қайтадан айта кетейін. Жілікке сойылады осы демалыс күндері. Маған жазыңыздар WhatsApp-қа. Ендігі Құдай қаласа апта сайын бір жылқыдан сойып тұрамыз. Гарантия дәмді, күшті, пайдалы, ешбір зиянсыз, уколсыз жылқының еті болады бізде. WhatsApp-ым тұр. Бұлар жылқылардың бәрі менің жылқыларым. Так что 100% кепілдік. Сау болыңыздар.